Енді сіздерге посылы возврат жасап көрсетейін. Ол үшін бір айтымды аламыз. Айтымды тыңдайық. Fade out және fade in жасайық. Не үшін? Айтымның соңында клик болмау үшін. Мысалға мынандай. Жасап алғаннан кейін Т кнопкасын басамыз, немесе 2 рет басамыз қалаған жерімізден. Тректі ашқаннан кейін осы жерге reverb таңдаймыз. Мысалы, мен reverb эффектісін қолданғым келіп тұр. Insert-ке кіреміз. Valhalla Vintage Verb. Valhallаны ашамыз. Және ашқаннан кейін кейбір настройкалар жасалғаннан кейін трек тыңдаймыз. Бізде ешқандай эффект қосылған жоқ. Ол үшін routingке барамыз. Routingтің окносы ашылғанда Add New Send кнопкасын басамыз. Яғни reverb таңдаймыз. Бұл жерде эффекттің дауысын азайту үшін осы фейдерді қолданамыз. Немесе insert бөлімінен reverb эффектісінің дауысын осы жерден де басуға болады. Бұл бізде бірінші нұсқау болатын. Енді екінші нұсқау мен көп қолданылатын. Мысалға, жөнделетін тректің роутингін ұстаймын, мышканың сол жақ батырмасымен, және ревербтің үстіне апарам. Сол кезде джектің суреті шығады, және осының үстіне жай ғана жіберіп тазалай салам. Сол кезде менде қосымша окно ашылады, және сол окноның фейдер арқылы жөнделген дауыс пен жөнделмеген дауыстың ортаңғы бөлімін табамыз. Мысалы, -16 децибел жеткілікті дейік. Осы эффекттің фразаның соңғы жағында қатты шығу үшін, мысалға, осы фейдерді ұстай отыра, біз жоғарғы бөлімдегі Last Touched FX параметрді бассақ, фейдердің автоматизациясы шығады, және оны таңдайық. Мысалға, белгілейік. Тағы да көбірек алайық. Қайталанды. Дәл сол сияқты, мысалы, flanger, phaser, delay, plate reverb, room reverb-терді қолдануға болады. Тағы да бір эффект көрсетейін. Мысалы, time selection арқылы белгілеп аламыз. Reverb-тің эффекті қай жерден бітеді, сол жерге шейін. Келесі, reverb каналда белгіленген тректі солоға қойып, бөлек жөнделген дыбысты тыңдауға болады. Және де осы тректі шығарып алуымызға болады, bouncing жасап, яғни рендер. Мысалға, time selection'да reverb'тің бітетін жеріне шейін белгіленгеннен кейін, reverb'тің үстіне барып, тректі белгілеп, V кнопкасын басамыз клавиатурадан. Бізде көріп отырғаныңыздай стерео сигнал шықты. Ал егер сізге моно сигнал керек болатын болса, Alt плюс V-ді басамыз. Сол кезде сізде моно сигнал ғана шығады. Ctrl Z, маған стерео сигнал керек. Мысалы, осы айтыммен кішкене жұмыс істейік. Айтымның осы бөлігін алайық. Alt, мышканың сол жақ батырмасы, керек емес жерін өшіреміз. Осы айтымды солға қарай жылжытамыз, және бағана айтуға ұмытып кеткен reverse кнопкасын басамыз. Яғни ол айтымды кері айналдырады. Кликті алып тастау үшін fade out жасаймыз. Енді тыңдаймыз. Оңға қарай.